Бағдаршам оянып кетті. Аң-таң, көздері жыплық-жыплық етеді. Біреу бүйірінен жайлап түрткен сияқты ма өзі? Түрткен кім? Қайда тұр? Ол лезде өз сұрақтарына жауап таппақ болып ойланғанша, құлағының түбінен әлде кім сыңғырлап тіл қатты. Сәлеметсің бе көрші? Ұйқың қанды ма? Сәлемат. Ой, сен кімсің? Кел, әуелі танысып алайық. Мен Тоқпын. Тоқ қуат десеңге болады. Тоқ қуат? Мен онда Бағдаршаммын. Білем. Әлгінде сені осында келіп, бағананың басына байлап бекіте бастағаннан ақ қуанғанымнан секіріп түстім. Сен ғой, өзіңмен танысқанша бір орнымда тағат тауып тұра алғаным жоқ. Бағдаршам енді байқады. Өзі көшенің бұрышындағы аласа темір бағанның басында ілулі тұр екен. Көше толы сапырылысқан қозғалыс. У-шу. Бағдаршам солардың үстінен төне қарайды. Ештеңе түсініп болар емес. Неге іліп қойған? Көшедегілердің бұл жасыл көзін ашқанда қозғалып, қызыл түсті көзін ашқанда аялдайтыны қалай? Бағдаршамның ойын сезгендей, тоқтағы да сыңғырлап сөйлей жөнелді. Бағдаршам, әлі ақ түсінесің. Менің бұл қалада бармаған үйім, кезбеген көшем қалған жоқ. Әр үйге жарық сыйлаймын. Менің бір сәт болмай қалған кезімдегі адамдардың ренжігенін көрсең ғой, Тоқ буырқанған алып күш иесі ғана емес, сонымен бірге ергезек, әсершіл, әрі ақылды да еді. Адамдарды бүкіл тіршілік атаулының қожайыны десе де болады. Мені де, сені де, анау көшедегі ағылып жатқан машиналарды да сол адамдар ойлап тапқан. Осы кезде барып бағдаршам есіне әлдене түскендей күлімдеп қоя берді. Сонан соң. Енді есіме түсті.